Қазақ тілі 3 сынып 1 бөлім 13 сабақ 49 жаттығу. Мәтінді тыңда. Құмырсқаның пайдасы. Құмырсқа ұйымдасып, жабыла жұмыс істейтін жәндік. Құмырсқалар ұйымшыл келеді. Орманда жүріп, адасып кетсеңіз, құмырсқаның илеуіне қарап, бағыт-бағдарды анықтап алуға болады. Өйткені құмырсқалар өз илеуін тек солтүстікке қаратып салады екен. Олар өлген шыбын-шіркейді, басқа да зиянды заттарды жеп, қоршаған ортаны тазартып, табиғатқа көп пайда келтіреді. Сондықтан олардың илеуін баспаған дұрыс. Қайта оларды қорғау керек. Мәтін Балдырған журналынан алынған. Енді осы мәтін бойынша тірек сөздерді табуымыз қажет. Мәтіндегі тірек сөздер: құмырсқа, ұйымшыл, жұмыс, илеу, орман, солтүстік, табиғат, пайда, қорғау деген сөздер мәтіндегі тірек сөздер бола алады. Енді осы мәтінді сызба бойынша мәтіннің бөліктерін табуымыз қажет. Ол үшін құмырсқаның пайдасы, дәлелденетін пікір және дәлелдеу пікір және қорытынды бөлімін табатын боламыз. Ең алдымен құмырсқаның пайдасы туралы айта кететін болсақ, құмырсқалар жалпы өте ұйымшыл және жабыла жұмыс істейтін жәндік. Орманда адассаң, илеу бағыты арқылы жол табуға болады. Шыбын-шіркейлерді, зиянды заттарды жеп, табиғатты тазартады. Енді дәлелденетін пікірге келсек, құмырсқалар табиғатқа көп пайда келтіреді. Ал дәлелдеу пікірі: илеуін солтүстікке қаратып салады, адасқан адамға бағыт көрсетеді. Зиянды жәндіктерді жеп, қоршаған ортаны тазартады. Ал қорытынды бөлімі: құмырсқа илеуін бұзбай, керісінше қорғау керек. Келесі тапсырма ғылыми мәтін екенін дәлелде. Бұл мәтін ғылыми мәтін болып табылады. Себебі ең бірінші бұл мәтінде құмырсқа туралы нақты ақпараттар айтылған, және де құмырсқаның ұйымшылдығы, илеуді солтүстікке қаратып салатыны, шыбын-шіркейлерді жеп табиғатқа пайдасы жөнінде нақты деректер келтірілген, толықтай деректер келтірілген. Сондықтан да бұл ғылыми мәтін болып табылады. 50-ші жаттығу: шығармашылық үзіліс. Сөйлемдердің жалғасын тауып, көшіріп жаз. 1. Құмырсқа пайдалы жәндік, өйткені ол шыбын-шіркейлерді жеп, табиғатты тазартады. 2. Ауа тазарды, себебі жаңбыр жауып, шаң басылып қалды. 3. Дала аппақ, өйткені қалың қар жауды. 51-ші жаттығу: сөз жұмбақты шеш. Көлденеңнен. 1. Қанаты жоқ ұшады, аяқ жоқ желеді, аузы жоқ ұлиды, ол боран. 2. Тама тас тескен. Жауабы тамшы. Тігінен. 3. Көк көрпенің мақтасы әр жерде жүр бытырап. Жауабы бұлт. Көзге ілінбейді, жұтсаң білінбейді. Бұл 4. Жауабы ауа. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жіберіп алмас үшін міндетті түрде осы каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойды ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шығатын сабақтарды бірден оңай табатын боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.